Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздерге қызыл бұрыштан бұрыш пастасын жасап көрсететін боламын. Бұл бұрыш пастасын кез келген тағамдарға, суптарға, екінші тағамдарға, соустар жасаса болады. Бұл бұрыш пастасын көбінде түрік халқы бүткіл тағамдарына қосады. Тамақтың дәмін келтіреді, түсін қанық қылдырады. Және де қызанақ пастасынан көбінде асқазан ауырып изжога береді деп жатады. Сол себепті осы бұрыш пастасы асқазанға жеңілірек келеді. Сол себепті осы асқазан ауыратын кісілерге осы бұрыш пастасын жеуге кеңес етемін. Ең алдымен бізге осындай етті, қып-қызыл бұрыш керек болады. Жақсылап жуып алып, ортасындағы дәннен тазалап аламыз. Барлық бұрышымызды тазалап алғаннан кейін осындай бөліктерге бөліп, 4 бұрышты қылып турап аламыз. Мен ұсақтау қылып турадым, өйткені бұрышымыз тез пісу үшін осындай мен ұсағырақ қылып турадым. Егер сіз үлкен қылып туразаңыз, онда ұзағырақ пісіресіз. Міне бөліктерге бөліп алғаннан кейін қазанымыздың түбіне кішкене су құямыз. Үстіне бұрышымызды салып, тағы да 150 мл, 200 мл су құямыз. Бұрыштың өзі де су шығу керек. Бұрышымыз буға пісу керек. Жұмсақ болып дайын болғанша пісіреміз. Менде қайнауға жүрген кезде орташа отқа басып, жарты сағатта дайын болды менікі. Дайын болған кезде бұрышымыздың сыртқы кожасы аршыла бастайды. Сол кезде пешімізді өшіріп, бұрышымызды душылаққа кішкене су аққанша 5-10 минутқа қойып қоямыз. Міне осындай бұрышымыз суға батып тұру керек, сонда бұрыштарыңыздың толық піседі. Егер сыртқы кожасы осындай ашылмаған болса, тағы да 10-15 минуттай күтіңіздер, толық піскені дұрыс. Пісіп дайын болғаннан кейін осындай бөлек душылаққа құйып аламыз. Кішкене су біраз ағу керек. Су біраз аққаннан кейін блендерімізға осы бұрышымызды жақсылап тығып блендермен езіп аламыз. Егер сізде блендер жоқ болса, ертатқыштан өткізіп алсаңыздар да болады. Ең бастысы осы бұрышымызды жақсылап езіп алуымыз керек. Алдағы уақытта осы езіп алған бұрышымды тағы да мен ситодан өткіземін. Әдемі паста шығу үшін мен тағы да ситодан өткізіп аламын. Ситодан өткізбесеңіздер де болады. Осы езіп алғаннан кейін осы қалпында қалдырсаңыздар да болады. Бірақ мен өте әдемі, біркелкі паста болу үшін тағы да бір ситодан өткізіп аламын. Ситодан өткізіп алсаңыздар, осындай әдемі біркелкі паста болып шығады. Енді бұл пастамызды қайтадан қайнатуымыз керек. Бұл жерде ең бастысы біздің осы бұрышымыздың су тартылу керек. Су бумен шығып кетуі керек. Ең алдымен үлкен отқа қоямыз. Бұрқылдап қайнай бастаған кезде астын орташа отқа басып, кішкене жартылай бетін жауып қоямыз. Өйткені бұл қайнаған кезде шашырауы мүмкін. Бұрқылдап қайнап бастаған кезде тұзын салып, жартылай қақпағын жауып қоямыз. Арасында араластырып отырыңыздар, өйткені сұйық май құйылмағандықтан асты жабысып қалуы мүмкін. Осып арасып қайнатуға қойған кезде арасында банкаларыңызды стерилизовать етіп дайындап алыңыздар. Міне осылай томатымыз қоюланып, су тартылды. Егер бұдан да қою жасаймын десеңіздер, тағы да біраз уақыт қайнатыңыздар. Маған осындай қоюлықта ұнайды. Сол себепті маған осы кезде отымды өшіріп, ыстықтай банкаларға құйып алдым. Мөлшерін описание бөліміне жазып кетемін, сол жерден қарап жасасаңыздар болады.
Қыздар міндетті түрде жасап көріңіздер, тамақтарыңыздың дәмін келтіреді. Бірінші және екінші тағамдарға да қолдана берсеңіздер болады, соус ретінде қолдансаңыздар да болады. Тамақтарыңыздың дәмін келтіріп, түсін қанық қылатын өте дәмді бұрыш пастасы. Міне құйып алғаннан кейін осылай банкаларымыздың бетіне 1 сантиметрде асырып сұйық май құйып шығамыз. Бұл құйып жатқан себебім сіздердің пасталарыңыздың беті көгеріп кетпейді. Кез келген томат пастасы болсын, бұрыш пастасы болсын, осылай бетіне сұйық май құйып қойсаңыздар, томаттарыңыздың беті көгермей жақсы сақталатын болады. Егер менің рецептім ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, адамға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.